Уран, Reddit, Казанданпром. Бүгін біз Қазақстан қор биржасының көгілдір фишкалары туралы әңгімелесеміз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек. Ал кеттік. Казатомпром акционерлік қоғамы ұлттық атом компаниясы. Компания 1997 жылы 14 шілдеде құрылған. Ал 2009 жылдан бастап Қазақстан уран өндіретін ең ірі мемлекет және табиғи уран өндірісі бойынша әлемдік көшбасшы болып саналады. Сондай-ақ қазақстандық уран концентраты бейбіт атом энергетикасы қажеттілігінің 40%-дан астамын қамтамасыз етеді және іс жүзінде АЭС пайдалануға берілетін әлемнің барлық елдеріне жеткізіледі. Орналастырылған акциялардың жалпы санының 85,8% Самұрық Қазына акционерлік қоғамына тиесілі, ал 15% Астана халықаралық биржасында және Лондон қор биржасында еркін айналымда. Сондай-ақ Казатомпром уран мен оның қоспаларының, АЭС-ке арналған ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың экспорты мен импорты бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық операторы мәртебесіне ие. Бұл мәртебе компанияға ел үкіметімен тікелей келіссөздер жүргізу арқылы жер қойнауын пайдалану құқығынан басқа белгілі бір артықшылықтар береді және тиісінше Қазақстандағы жоғарғы сапалы табиғи уран кен орындарына қолжетімділік береді. Бүгінде Казатомпромда уранның ең ірі 295 мың тонна қоры бар. Айта кетейік, соңғы уақытта Казатомпром өндіру мен сату көлемін ұлғайтудың дәстүрлі стратегиясын қайта қарап жатыр. Жақында уран өндіретін компаниялардың акцияларын өсіп кеткенін көрген болатынбыз. Өйткені Reddit Wall Street Bets форумындағы бөлшек саудагерлер қарқынды дамып келе жатқан радиоактивті металға бар күштерін салған болатын. Сондай-ақ таяуда Австралия мен Ұлыбританиядағы уранмен байланысты компанияларда өсім байқалса, ақш биржасындағы компаниялардың акциялары нарықтан тыс өсті. Осыған байланысты Wall Street Bets атом электростанцияларының отынына қолданылатын физикалық металл бағасының күрт өсуіне назар аударды. Компанияның қазіргі жағдайы қандай? Казатомпром бағасы өсіп жатыр. Лондон алаңында акциялар осы уақыт аралығында $24-дан $45 дейін өскен. Ал IPO-ға шыққаннан бері 292%-ға өскен екен. UXT есептеулеріне сүйенсек, 2021 жылы уран тапшылығы 27 миллион унцияны құрайды. Дегенмен қорлар тарапынан инвестициялық сұраныс жоғары деңгейде екені байқалады. Мысалы, Sprott қоры соңғы 2 аптада 2,1 миллион унция уран сатып алған, ал британдық Yellow Cake Казатомпроммен 4-ші тоқсанда 2 миллион унция сатып алу туралы келіскен. Осының аясында уран құнының өсуін күтуге болады, ал дәл қазір ол 5 жылдық максимумда тұр. Бұл өз кезегінде Казатомпром акцияларының бағасының өсуіне келуі мүмкін. Жақында компания есеп берген болатын. Компанияның бағалы қағаздарының өсуінің негізгі себебі уран бағасының өсуі екені белгілі болды. Есепте компания 2022 және 2023 жылдары өндірісті бұрынғы деңгейде сақтау, сондай-ақ спот нарығында уранды сатып алу туралы шешім қабылдағанын мәлімдегені айтылады. Физикалық уранға инвестициялайтын әлемдегі алғашқы биржалық қор пайда болғаннан кейін споттық бағалар тез көтеріле бастады. 19 шілдеде Торонтодағы биржада 600 миллионнан астам басқарылатын активтері бар Sprott Physical Uranium Trust Fund сауда жасауды бастаған болатын. Осылайша спот нарығындағы шектеулі өндіріс пен жоғарғы сатып алу белсенділігі уран бағасының одан әрі өсуіне негіз болды. Ал сіз Казатомпром акциялар туралы не ойлайсыз және сіздің портфеліңізде ол компанияның акциялары бар ма? Бұл туралы төменде пікірлерде жазып кетуіңізге болады. Басқа да қызық жаңалықтар мен кейстерді біздің Instagram парақшамыз бен Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвест идеяларды дайындаймыз. Бүгінге осы. Сіздермен болған Расыл Миразбек, бұл Жусан инвестициялары. Көріскенше.